Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі ерекше жұмсақ болып шығатын булочканың рецептісімен бөлісемін. Алдымен жылы сүтіміз бен жылы суымызды құйып аламыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Жақсылап барлығын венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Құрғақ аштығымызды саламыз, және де тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бізге 2 жұмыртқа қажет болады. 1 жұмыртқаны түгелмен жарып аламыз. Ал 2-ші жұмыртқаның сарысын алып қаламыз. Кейіннен біздің булочкамыздың бетіне жағуға бізге керек болады. Енді жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызды араластырып алдық. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнды мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Ұнды 2 бөлікке бөліп, қамырымызға қосатын боламыз. Алдымен венчиктің көмегімен араластырып аламыз, одан кейін қолмен қамыр илейміз. Соныңда жұмсақ қамыр шығады. Мінекей мен қамырымды илеп алдым. Енді бізге 30 грамдай ерітілген сары май керек болады. Сары майымызды дайын болған қамырымыздың үстіне құйып аламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді тындыруға, көтерілуге 1 сағаттай қоямыз. Үстінен пищевой пленка жауып, орамалмен жауып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Мен бүгін өрік, мейіз және алма қосатын боламын. Барлығын жақсылап турап аламын. Мінекей барлығын жақсылап турап алдым. Енді қызып тұрған табамызға 30 грамдай сары майымызды салып ерітіп аламыз. Одан кейін алмамызды қосамыз. Жақсылап барлығын пісіріп аламыз. Одан кейін өрігіміз бен мейізімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Егер де салмаңыздың тәтті болған қаласаңыз, 1 ас қасық қант ұнтағын саламыз. Астың басып, бетін қақпақпен жауып, кішкене 10 минуттай пісіріп аламыз салмамызды. Мінекей достар, менің қамырым өте керемет болып көтерілді. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, өте жұмсақ, өте керемет болып шықты қамырымыз. Мен 1 сағаттай тындыруға қойдым жылы жерге. Енді біздер қазір булочкамызды жасауға кірісеміз. Қамырымызды тақтайшамызға алып аламыз. Одан кейін кішкене ыслап аламыз. Қазір біздер қамырымызды бөлген кезде бізге ыңғайлы болу үшін, пышағымызға жабыспау үшін енді осындай кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымыздың барлығын мен осылай етіп бөліп шығамын. Мінекей барлығын мен бөліп болдым. Бірнеше бөліктер шықты бізде. 13 дана қамыр шықты. Енді ұнның көмегімен осылай дөңгелектер жасап шығамыз. Сол кезде бізге булочкаларды жасауға өте ыңғайлы болады. Кішкене ұн себе отырып, булочка жасаймыз. Себебі біздің қамырымыз жұмсақ болғандықтан оқтауға жабысып қалуы мүмкін. Оқтаумен жақсылап жұқа етіп қамырымызды илеп аламыз. Одан кейін үстіне манағы жасаған салмамызды саламыз. Енді шетінен бастап қамырымызды орап шығамыз. Дәл видеодағыдай жасайсыздар. Міне барлығын орап алдық. Енді пышағымыздың көмегімен қамырымыздың дәл ортасын кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін қамырымызды осылай өреміз. Дәл видеодағыдай етіп жасайсыздар. Шетінен бастап отырып, осылай біздің булочкамызды дөңгелетіп шығамыз. Мінекей біздің бірінші булочкамыздың түрі шықты. Өте әдемі, өте дәмді болады.
Енді біздер булочкамыздың екінші түрін жасаймыз. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Оқтауға жабысып жатса, қамырыңыз кішкене ұн сеууге болады. Пышақтың көмегімен осылай шеттерін кесіп шығамыз. Кесіп болғаннан кейін ұштарын бір-біріне біріктіреміз, әдемі болу үшін. Одан кейін салмамызды саламыз. Жақсылап барлығын орап аламыз. Міне осындай өте әдемі гүл тәріздес булочка шығады. Бізде екі шетін бір-біріне түйіп аламыз. Бұл біздің тәтті булочкамыздың екінші түрі. Тәтті булочкамыздың үшінші түрін жасаймыз. Кішкене ұн себе отырып, осындай ұзынша етіп қамырымызды жаямыз. Қолымыздың көмегімізбен осындай ұзынша жасаймыз қамырдан. Одан кейін бір жақ бөлігін оқтаумен илеп, осындай жұқалау етіп илеп шығамыз. Және де пышақтың көмегімен ортасын кесіп шығамыз. Енді екі қамырымызды өреміз. Қамырымыздың бірінші жағын жасап болдық. Енді қамырымыздың екінші жағын манағыдай оқтаумен жұқалау етіп илейміз тағда. Оны да пышақтың көмегімен кесіп аламыз ортасын. Және де осылай видеода көріп тұрғаныңыздай қамырымызды дөңгелетеміз. Енді булочкамызды жинаймыз. Дәл осылай видеодағыдай дөңгелете отырып булочкамызды жасаймыз. Ал екінші бөлігін қайтадан өріп аламыз. Және де қамырымызды осылай дөңгелетіп булочка жасап шығамыз. Мінекей өте әдемі булочка шықты бізде. Бетіне салмасын кішкене салып қоямыз. Мен булочкаларымды пісіріп аламын. Енді жұмыртқаның сарысымен бетін жағып шығамын. Қалауыңызға қарай күнжіт сепсеңіздер болады. Және де духовкаға қызарғанша пісіріп аламыз. Булочкамыздың төртінші түрін жасаймыз. Қалған 5 бөлік қамырдан дәл осы булочканың төртінші түрін жасап шығамын. Алдымен қамырымызды илеп аламыз. Бір шетіне салмамызды салып аламыз. Және де екінші шетін пышақпен кесіп аламыз видеодағыдай. Булочкамызды қисайтып пісіреміз. Тағы да бір көрсетіп жіберейін. Қамырымызды жақсылап жұқалап илеп аламыз. Бір жақ шетіне салмамызды салып аламыз. Жақсылап түйіп шығамыз. Одан кейін екінші шетін пышақпен кесіп шығамыз. Дөңгелетеміз булочкамызды. Және бізде осындай әдемі булочка шықты. Енді біздің булочкаларымызды жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз бетін. Және де духовкаға қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей менің булочкамның бірінші бөлігі пісіп жатыр. Өте дәмді шығатынына күмәнім жоқ. Мінекей достар, менің булочкаларым пісті. Екінші противнімдағы булочкаларым суытуға қойдым, барлығы да суыды. Енді барлығын қазір тәрелкеге салып аламыз. Міне осындай өте әдемі бөлкелер шықты. Міндетті түрде осы рецептпен осы булочкаларды пісіріп көріңіздер, үйде сіздерге ұнайтынына күмәнім жоқ. Бір пісіргеннен ақ шығатын булочканың рецептісі.
балдарыңызға пісіріп беріңіздер, балдарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Мінекей достар, өте әдемі, өте жұмсақ болып шығады. Тағы да бір көрсетіп жіберейін жақыннан. Біздің жасаған булочкалардың 4 түрі де өте әдемі әрі дәмді шығады. Қалауыңызға қарай қант ұнтағын себуіңізге болады. Мен кішкене сеуіп шығамын. Менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің каналымнан қандай рецепт көргіңіз келеді, оны да жаза кетіңіздер. Міндетті түрде осы рецептпен булочкамызды пісіріп көріңіздер. Менің каналымда келесі кездескенше сау болыңыздар.